Тұтас түркі жұртының тәуелсіздігін ту еткен Мұстафа Шоқайдың туған топырағына ескерткіш белгі қойылды. Шиелі ауданы Сұлтөбе ауылы маңындағы Наршоқы Мұстафа Шоқайдың кіндік қаны тамған ата қонысы ұлт ардақтысының туған топырағына тас тұғырдан ескерткіш белгі орнатылды. Мұстафа мұраларын тереңінен талдап зерттеп жүрген ғалым Түркияның Мимар Синан Көркемөнер университетінің профессоры Әбдуақап Қара Мұстафа Шоқайдың идеялары қазақтың ғана емес, түркі әлемінің болашағымен байланысты болды дейді. Ол кісі тек қана Яш Түркістан емес, Еуропада шыққан көптеген журналдарда Fransız тілінде, неміс тілінде, ағылшын тілінде, түрік тілдерінде осындай мақалалар жазып шыққан. Екіншіден Мұстафа Шоқай тек саяси қайраткерлігімен емес, адамгершілік тұрғысынан да ұлы тұлға. Сондықтан да оның ұлы адамгершілігіне бас иіп, мойынсұнып француздар Парижде өзінің төрінен оған ескерткіш ашқан. Мұстафа Шоқай өте күшті қаламгер. Biz onu Fransız тілінде мақаладарын аудардық. 120 мақала, 40 мақаласын қазақ тіліне, орыс тіліне, түрік тіліне, және де тек саяси тұрғыдан емес, экономикалық тұрғыдан, халықаралық байланыстар тұрғыдан бұны зерттеп, бәрін жазған. Бұл тұрғыдан алғанда да Мұстафа Шоқайдың да үлкен бір қаламгер екенін көреміз. Мұстафа Шоқай түркі бірлігі идеясының жаршысы, саналы ғұмырын түркі жұртын бір шаңыраққа біріктіру идеясына арнаған ол тағдырдың талай соқпағынан өтті. Қуғынға ұшыраса да Еуропада жүріп қазақтың бостандығы үшін күресті. Мен жаңа айтып өттім ғой, осы Наршоқыдан Берлинге дейін жүріп өттім. Мұстафа Шоқай болған жерлердің барлығында болдым. Сондықтан ол кісінің қасиетін, ол кісінің қасіретін бойыма сіңіріп алдым деп есептеймін. Сіңіріп алу деген енді қасіретін әсіресе, қасіретін сезіну деген ол енді оңай нәрсе емес. Менің негізгі мақсатым 2 кітап жаздым. Мұстафа Шоқайдың майданы тоқтамайды. Өйткені Мұстафа Шоқайдың арманы тұтас Түркістан идеясы. Тұтас түркі дүниесі тұтас болмайынша қазақты бақытқа жеткізе алмаймыз деген ұстаным. Сол ұстаным әлі күнге дейін өте актуальный болып отыр. Мына құлпытас қоюға бүкіл ел осы жаңа танитын жер жақтағы Астанадан, Түркиядан келіп жатыр. Осылардың бәріне мен үлкен рахметімді айтамын. Өйткені менің өзім тікелей ұрпағымын, Мұстафаның туған ағасы Сыздық бабаның шөбересімін. Мен енді біздің әкелеріміз кезінде елде қалып, өзінің Нұртаза көкем атылып кетті. Оның балдары әбден қуғын көрді. Менің әкемнің өзі әкесін айтуға қорықты. Мазмұнды шарада сөз алған ғалымдар мен қоғам қайраткерлері ұлтының ұлы перзентін ұлықтау, ұрпақты ұлттық рух пен отансүйгіштікке тәрбиелейтінін айтты. Асқар Тәжиев, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.